бас кейіпкер болса, Массачусетс штатының бір кішкене қалашығында тұратын Магрит атты бастауыш мектеп оқытушысы. Ол өзінің нәтижесі арқылы үлкен шілік көтермесе де құбыр қалыптастыруға болатынын дәлелдеді. Бұл ханым 50 жыл оқытушы болып, 70 жасқа келгенде зейнетке шықты. Жылдық кірісі $85,000. Ол 100 жасқа келгенде өмірден озғанда, оқсамаған 10 қайыр сақабат орнына, соның ішінде кезінде өзі оқыған бастауыш мектеппен бір өспірім әскерилер мектебіне жалпы құны $2 миллион қаражат тастап кетті. Бір жылдық кірісі $100,000 жетпейтін әйел қалайша осыншама байлыққа қол жеткізген деп ойлайтын боларсыз. Ал ішкі сырын білер болсаңыз, өте оңай екенін байқайсыз. Ол бүкіл өмірінде табанды түрде ай сайын сапалы жарна салып алып отырған. Сосын одан ұзақ уақыт пайда алған. Осылайша ол ұзақ уақытты бір құбыр қалыптастырып шықты. Ал Магрит ханыммен мүлде қарама қарсы кейіпкеріміз Даннер болса, 20 жылдың ішінде 50-100 миллион доллар аралығында ақша тапқан әйгілі шолпан болатын. Бұл бірнеше жылда осы бір тума талантты таяқ-топ шолпаны жекелік тұрмысы мен қазыналық тұрмысы жағында көптеген хати талғамдар жасады. Оның жекелік тұрмысы жағындағы талғамдары оның отбасының бұзылуын келтіріп шығарды. Ол арақ және улы ішімдікке әбден берілді. Ал оның қазына жақтағы талғамы да оқсас қате болғандықтан күйреп тынды. Бұл таяқ-топ шолпаны 20 жыл бойы қызған шолпан болады. Оның есімі Даннер Стип еді. Оның кешірмесі барлығымызға сабақ болатындай. Егер қазыналық еркіндікке шығам десең, онда мүлде ол жүрген жолмен жүре көрме. Даннер жарты өмірінде негізінен таяқ-топпен айналысты. Осы бір 38 жастағы таяқ-топ шолпаны 10 неше жасында бірнеше әйгілі клубтарға кіріп, ойнап, екінші Тедор Уильям атанған болатын. Даннер өзінің кәсіптік өмірінде жылына 2 миллионда 5 миллион аралығында жалақы алып отырған. Бұл тек оның таяқ-топ жарысына қатынасудан алатын ақшасы еді. Оның жыл сайынғы неше миллионға түсетін жарнамасы, шетелге шығу қаражаты, лекция сөйлеп табатын кірісі, қол қоюдан кіретін кірісі дегендер оның ішінде жоқ. Ол 40 жастан бұрын әлдеқашан 50-100 миллион аралығында ақша тауып болған. Даннер мәңгі таяқ-топ алмайды. Осыншама көп ақша тапқан, өмірдің қызығын әбден көрген шығар-ау деп ойлайтын шығарсыз. Қате. Жергілікті бір ақпарат көзінің мәлімдеуінше, Даннерде қазір ешқандай жинақ жоқ. Сонымен бірге ол өзінің қазіргі әйелімен 3 баласын да асырау қиынға соғып қалған. Ол 100 миллион ақша тапқан болса да, жинағы жоқ па? Иә, ол бірақ істетіп тауысқан. Ол қымбат бағалы сарай, әйгілі маркалы көлік, атақты адвокат істеткен. Ажырасу қаражатының өзіне де аз ақша төлемеген. Сонымен қатар арақ пен улы ішімдікке және айығуға бәріне ақша төлеген. Мен осы кітапты жазып жатқан кезімде ол әлдеқашан доп ойнаудан қалған болатын. Ол ода енді ешқандай кіріс қайнары қалмады дегеннен дерек беруші еді. Ол енді тек ақша төлеу талондарын ғана тапсырып алатын. Бұл талондар күн өткен сайын жаңбырлы маусымдағы жаңбырдай көбейе түсетін еді. Құбыр әңгімесі атты бұл кітап бізге құбыр қалыптастырудың маңыздылығын, экономикалық сауаттылықтың өте қажеттілігін ұғындырады. Мен бұл кітапты сіздің өзіңіздің оқып шыққаныңыз дұрыс-ау деп қараймын. Егер кітапты оқимын десеңіз, онда Атой 2025-ті үн қатқа қосып хабарласыңыз.